16 жасар Шерзат Болаттың өлімі бүкіл қазақтың жүрегін ауыртқан жағдай және қоғамның қандай қатыгез екендігін көрсеткен бір сұмдық оқиға болды деп айтуға келеді. Жалпы осы Шерзат Болаттың өліміне қатысты халық өре түрегелді деуге де нақты себептер бар. Әрине, талғарға бармаса да әлеуметтік желі арқылы оның отбасымен бірге қайғырып, соған кінәлі 13 адамның жазаға әділ түрде тартылуын, қатаң жаза алуын бір ауыздан барлығы қолдап, әлеуметтік желі арқылы өз пікірлерін, өз үндеулерін жаппай қосып жатқаны баршамызға белгілі. Осыған байланысты қазір дәл бұл іс қоғамның назарында, және осыған байланысты бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев журналистердің сұрағына жауап берген болатын. Назарларыңызға ұсынамыз. Уже установили, был ли нож в руках отца, и в целом есть какие-то продолжения по делу? Касательно убийства в Талгарском районе, следствие также находится на постоянном контроле. Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлено ряд обвинений. Буквально 15 октября состоялся брифинг под председательством первого заместителя министра внутренних дел господина Аленова и прокурора Алматинской области Адамова. Полный ход расследования вам тогда был полностью рассказан. Одно могу сказать, то, что в отношении отца никакого уголовного дела нету. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы, работа ведется. Спасибо. И последний вопрос. В 2022 году стало известно о суициде 16. Прокурордың орынбасары нақты бізге осы іс бойынша үш нәрсені түсіндіргендей болды. Яғни біріншісі, Шерзат Болаттың әкесі, яғни Қаржаубай мырзаның үстінен ешқандай қылмыстық іс қозғалған жоқ. Екінші, бұл іс дәл қазір құзырлы органдардың, бас прокурордың назарында. Үшінші, Шерзат Болатты өлтіріп қана қоймай, оның үйін өртеп кеткен баскесерлер туралы әлі хабар дерек жоқ, яғни үйді өртегендер ұсталған жоқ. Жалпы бұл іс бойынша қоғамның арасында өте қызу талқыланды, кінәлілер жауапты болсын деді. 11 адамның ұсталғандығы және оларға қандай баптардың қозғалғандығын алдыңғы эфирлерімізде айтқан болатынбыз. Ал сол жерде куәгер деген екі қыздың өмірі, жағдайы не болып жатыр? Және ол туралы әлі ешқандай мәлімет жоқ. Бұл істе олар қандай статус алды? Ал Қаржаубай мырза, яғни Шерзат Болаттың отбасы, ол екі қыздың да жазалануын талап еткен болады. Әрине, енді алдағы уақытта тергеудің мән-жайын барлығын көре жатармыз. Прокуратураның өзі ашық сот болуын талап етіп, өздерінің пікірін білдірген болатын. Сондықтан бұл сотта Нүкенованың сотынан кем болмау керек, ашық түрде болу керек. Бүкіл қоғам, халық осы сотты бақылап, әділдікке қол жеткізу керек. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Әділдік тек бір істе ғана емес, бүкіл қоғамда, бүкіл жүйеде болу керек. Ол үшін әрине бізге саяси реформа керек екендігі анық. Өздеріңіз білесіздер, осы оқиғадан кейін Қаржаубай мырзаның өзін соттау керек деген ақшаға жұмыс жасайтын сонау Түркістаннан келген блогер сымақтар болды. Солардың арлары мазалап жатқан жоқ екен өзін. Өлген балаға да тыныштық берген жоқ, тірі жүрген әкесін де жерден алып жерден салған болатын. Ал солардың үндері дәл қазір өшіп қалғандай. Біз Шерзат Болаттың ісі бойынша әділдік болғандығын қалаймыз, талап етеміз. Мына Талғарда болған оқиға, Шерзаттың өлімі біраз мәселелерді көтеріп тастады және біраз сұрақтар туды. Сол сұрақтардың біреуі маған да көп қойылып жатыр, оны өзім видеоларым астына. Сен не істейтін едің? Сол Қаржаубайдың орнына сенің балаңмен осындай жағдай болғанда сен не істейтін едің? Мен оған былай жауап берейін. Біраз адамдарға сондай сұрақ қойыпты, басқа елдерден, басқа ұлттардан. Содан Америка, Европада өскен бір адам айтыпты, мен әрине полицияға звондау керек, ол заң шешу керек. Сен не істейсің ол жерге, оның бәрі заңсыз болады. Ондай жағдай болып қалды ма, полицияға дереу звонда, полиция келеді, бәрін шешеді. Орыстан сұрапты, сен не істейтін ең? Орыс айтады дейді, әйелінен сұрау керек дейді. У жены надо спросить, она даст хороший совет. Өзбектен сұрапты. Өзбек айтыпты, ондай кезде басты қосу керек. Кәлләмен істеу керек, кәлләмен деп. Сендер неш бала шаға бар тағы да. Соларды ойлап, сенмен бірдеңке болып қалса, оларды кім бағады?
соны ойлап магазинге кіріп кетіп құлтанып отыру керек, анау қалған бала шаға үшін деп. Сөйтіп Кавказдың бір жігітінен сұрапты, сен не істейтін ең деп. Ол айтып та, қандай сұрақ бұл деп. Қандай варианттар бар ол жерде? Ондай жерде қолыңа пышақты аласың, сол талпаның арасына кіресің, өзің өлесің, оларды бәрін өлтіресің. Бірақ балаңды өлтіруге жол бермейсің. Сол біз қазір елімізде бір нақты жолымыз, нақты направление, нақты идеямыз жоқ. Біз осылай істеу керекпіз, біраз нәрселерді осы жолмен баруымыз керекпіз. Сондықтан әрқайсымыз осы сұраққа жауап беруіміз керекпіз. Әсіресе еркектер, жігіттер өзіне осы сұрақты қою керек. Біз заңмен ба шешуіміз керекпіз, баспен ба, немесе жүрекпен, рухымызмен, қалауымен, рухтың қалауымен шешуім керекпіз осы тірліктерді. Заң өзгертеміз, басқа нәрсе істейміз, ол бір мәселе, ол бәрі істеуге болады. Біз өзіміз үшін сол сұраққа бірінші жауап беруіміз керекпіз. Әр еркек, әр қазақ сол сұраққа жауап беру керек. Не істейтін едің сен соның орнында, және не істеу керек негізі қазақ, не істеу керек сондай тірлік болып жатқан кезде. Өзіңізге сондай сұрақ қойып көріңіз, сол сұраққа жауап беріп көріңіз. Қазақстанда жанды ауыртар, жүректі жаралар және бейжай қарай алмайтын өзекті мәселелер өте көп. Соның бірі Талғардағы оқиға, 16 жасар Шерзат Болаттың адам қолынан қаза болуы. Әрине бір емес, 10 адамды себепкер осыған деп әкесі Шерзат Болаттың ата-анасы өздеріңіз білесіздер, Талғарда қарсылықтарын білдіріп, наразылықтарын білдіріп, барлығы түгелдей қамауға алынсын деп тіпті өздерінің шағымдарын айтып шыққан болатын. Сол кезде 11 азаматтың, енді барлығы бірден болмаса, алғашында 7, одан кейін 3, одан кейін 1, яғни 11 азаматтың қамалғандығын біз сіздерге күнделікті ақпараттардан айтып отырдық. Ал одан бөлек сол жерде тағы да 2 қыз болған болатын, бірақ ол қыздар қамалған жоқ, және олардың осы қылмыстық іс бойынша қандай статуста тұрғандығы бізге беймәлім. Ол туралы нақты дерек айтылмаған. Және бұл қоғамның арасындағы резонансқа ұшыраған және барлық әділдікті талап еткен іс бойынша бүгін ішкі істер министрінің орынбасары депутаттардың сұрағына жауап берді. Талғардағы Шерзат Болаттың өліміне байланысты 5 бап бойынша іс қозғалған. Ішкі істер министрі Ержан Сәденов депутаттарға берген жауабында Шерзат Болаттың нақты қандай баптар бойынша іс қозғалғанын хабарлады. Қылмыстық кодекстің 99 бабының 2 бөлігі адам өлтіру, 293 бабының 3 бөлігі бұзақылық, 115 бабы қорқыту, 432 бабы қылмысты жасырып қалу, 434 бабымен қылмыс туралы хабарламау бойынша қылмыстық істер тергеліп жатыр. Министрдің мәліметінше, қазір қасақана кісі өлтіруге қатысты күдікпен 8 адам және қылмыс туралы хабарламау бойынша 3 адам соттың санкциясымен қамауға алынғандығы, бүгінгі таңда нақты баптары, қандай қылмыстық іс қозғалып жатқандығы белгілі болды. Яғни біз бұл жерде Шерзат Болаттың сотында әділдік болғандығын қалаймыз. Және өздеріңіз білесіздер, осы Шерзат Болаттың ісінен кейін қамауға алынған жігіттердің барлығы Хутор бандасының мүшесі деген әлеуметтік желіде, ақпарат желіде ескен болатын. Соған байланысты оның басшысы ретінде Хасан Қасымбаевты да көрсеткен болатын. Ал полиция болса, полиция басшылығы пресс-конференция өткізіп, журналистердің сұрағына жауап беріп, ондай бандиттердің тобы біздің есебімізде тұрған жоқ, қылмыстық топ деп жауап берген болатын. Енді қызық әрине, қылмыстық топтар қашаннан бері есепке алынатын болған деген халық арасында да бізден де заңды сұрақ туындап отыр. Бұл іс бойынша сот ашық және
әділ өтуін біз талап етуіміз керек. Және өздеріңіз көріп отырсыздар, Шерзат Болатты өлтіріп қана қоймай, оның әкесінің үйін өртеп кетті. Ал осы өртке байланысты бірде-бір нақты ресми түрде ақпарат болып жатқан жоқ. Талғар әкімдігі өз жауапкершілігіне алды, үйді соғып береді, ретке келтіріп береді деді. Бірақ міне қанша уақыт өтсе де біз әлі нәтижесін көріп тұрған жоқпыз. Әйтпесе ол үйді қалпына келтіру бұл мемлекет үшін қиын болмауы қажет еді. Енді бұл іс бойынша әділ тергеу болу керек. Шерзат Болаттың әкесінің кінәлап жатқандар да бар Қаржаубай мырзаны, яғни Хутор бандасынан және Қасан Қасымбаевтан. Бұның барлығы ақпарат құралдарында жазылған мәліметтер екендігін айта кетейік. Телеграм арналарда, әлеуметтік желілерде оларды полиция тергеуге алған жоқ. Ең болмаса халық айтса қалт айтпайды деп тергеуге алып, олардың қатысы бар ма, Қасан Қасымбаевтың жоқ па, соны айту керек. Ал бірақ не істеп жатыр? Түркістаннан болсын, басқа жақтан болсын, жергілікті блогерлер бар, солардың барлығын сайратып, боттарды жазғызып, жалған ақпараттарды таратып отыр. Бұл дұрыс емес. Не болса да Қаржаубай мырза, оның ұлы, оның інісі адам өлтірген жоқ. Қандай жағдай болса да, олар өз ұлынан, бауырынан айырылып отыр. Сондықтан бұл іс бойынша әділдікті талап етеміз.